мен саған онда жасайтын боламын. Бас көрсетіп берейін, мен 3-сі сыныптың 3 бетіне. Мен онда тапсырмаларым. Қалай қабылданған шешім айтыңызшы. Алып қашып шыққан кезде звондадым, алып қашып. Жол ұзақ дейсіз ғой, 3 сағат дайындалып үлгереді дедіңіз ғой. Мамасы қонақта болған, білмейді. Дайындалды дейді ғой енді. Аппаратырым. Иә, содан. Мәйтір достарым келіп көндіріп алдық та дұрыс. Енді әке-шешеңізді балам қашан үйленесің, 30-ға келдің деп әбден миыңызды жеген ғой. Жоқ, жемеді. Айттым мен, бір үйдің ұлы жалғыз ұлым. Папам эфир бірдеңе көріп жатыр, оған айбеке қойыңыздар, маған қарасаңыздар болды. Еще ан жақтасыңдар, бірдеңе деп отырып жүр, оған да мән бермей қойыңыздар. Бір видеоға бұрып енді отан болып кетейін деп келе жатыр. Екінші жағынан бар ғой, иә? Енді олар жұмыс істеген болып тұр ғой. Ана жігітке сенбеймін. Үйдегі нелерді айтпады, білмеді деген ешқандай неге адам сен любой даже бір телевизор аламын, сатып аламын, тағы бірде минутта үйде дайындаласың айтасың ғой бір жаңа нені. Мынандай нені басқа бір жерде айта берсең. Кететін сияқты мен шығарып болғанша өзім көрсететін боламын. Бар сөздері түсіруді ұмытып кетемін. Ұжытым болдым, пижамамды кидім. Енді мынандай әдебиетті оқуды жасап жатырмын. Математикамда болдым. Мен қазақ тіл дәптерімді толтырайын деп жатырмын. Қазір мынаны тез толтырып алып, бүйтіп шықты демді. Су күрестер, мен жазуым қандай, мен жазуым апай мақтайды. Сіздердің жазуларыңыз қандай, нашар ма әлде күшті ма, комментарийге жазып кетіңіздер. 1, 2, 3. Күтшеме жазу осындай. Міне мынандайлар болмағаннан дұрыс жаза алмай қалдым. Мен классы, школа дегендерден кейін жаза алмағанмын. Мынада жоқ болғаннан кейін осылай жаза салдым. Қазір әдебиетті жазып алайын, сосын көрсетемін. Жарайды достар. Пока. Сау болыңдар. Мен әдебиетті ертең жазатын болдым. Пока.